балалар? Көңіл-күйлерің қалай? Біздер енді алдымыздағы жаңағы зертханалық тәжірибемізді бастаймыз. Жаңағы тәжірибемізді бастамас бұрын біздің алдымыздағы керек заттарымызбен танысып аламыз. Балалар, мынау не болып тұр? Қайнаған су. Сұйықты қайнаған судың түсі бола ма, болмайды ма? Болмайды. Бізге керек заттар мына лимон қышқылы, жаңағы ас содасы, мынау жаңа түрлі түсті бояуларымыз, осының бәрін қиып, жаңағы біздер жанартау атқылауын жасаймыз. Әзірміз бе, балалар, дайынбыз ба? Тәжірибемізді жалғастырмас бұрын танысып алайық. Мен Кенжин Алена Орынғалиқызы, Алтынсақа балабақшасының тәрбиешісімін. Ал сендер кім боласыңдар? Солташпан Әлбетова. Ал сендер атын кім болады? Пиола қызы. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді тәжірибемізді бастайық, балдар. Ең бірінші міне суды құйып аламыз. Міне Айсқан құябы суды. Құябы көмектес. Медина құябы. Лимон қышқылын саламыз. Сала ғой, Медина. Сал. Сал түгел сала. Балдар, лимон қышқылын салып болғаннан кейін енді түрлі түсті бояуларымызды саламыз. Сала ғой, Медина, көш. Сала ғой, Айсқан. Енді балалар ас содасын саламыз, қараңдар балалар. Жасаған тәжірибеміз ұнады ма? Жаңағы ас содасы мен жаңағы лимон қышқылын қосқанда жаңартау атқылауын біздер тамашалап көрдік та, балалар. Балалар, осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Біздер жаңағы жаңартау атқылауын көрдік. Ендеше сау болыңдар, балалар.